Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз математика 2 сынып 115 сабақ. Менің сабағым көрден алдын каналыма тіркеліп алыңыздар, пікір жазып қалдырыңыздар. 115 сабақ екі амалмен шығарылатын есептер. Бірінші есеп, есепті шығар. 9 қыз және одан 2 есе артық ұл саяхатқа шықты. Саяхатқа барлығы неше бала шықты? Шешуі 9-ды 2-ге көбейтеміз. 2 есе болғандықтан 18. 9-ды 18-ге қосамыз. 9 бала 18 қыз. 9 қыз және 18 бала болды. Барлығын қосамыз, бала мен қыздарды. 27 болады. Жауабы барлығы 27 бала екен. Саяхатқа шыққан. Келесі есебіміз зерттеу. Сызба бойынша есеп құрастыр, оны шығар дейді. Осы есеп бірінші тапсырмадағы есепке кері есеп болып табыла ма дейді. Жауабын түсіндір дейді. Сызба бойынша 18 ұлдар, қыздар белгісіз, бірақ ұлдарға 2 есе кем дейді. Барлығы 27 бала дейді. Оны былай жазамыз. Барлығы 27 деп аламыз. Ұлдар 18, қыздар белгісіз, бірақ ұлдарға қарағанда 2 есе кем екен. Сондықтан біз оны шешуі 18-ді 2-ге бөлеміз. 9 болады. Жауабы қыздар 9. Яғни бұл бірінші есепке кері есеп болып саналады екен, балалар. Кері есеп болып табылады екен. Келесі есебіміз үшінші есеп. Зерттеу, есепті шығар дейді. Еліміздің астанасын тамашалауға мектебімізден 27 бала және 13 ересек адам келді. Олар 5 топқа тең бөлінді. Әр топта неше адам бар дейді. Мысалы, балалар 27, ересек 13 дейді, бөлінді 5 топқа дейді. Әр топта неше адам? Ол үшін шешуін 27-ні 13-ке қосып аламыз. Барлығын 40 болады. Әр топ 5 топ болғандықтан 40-ты 5-ке бөлеміз. 8 болады. Жауабы әр топта 8 адамнан бар екен. Келесі есебіміз 4-ші есеп. 3-ші тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр дейді. Балалар 27 деп аламыз. Ересек 13, әр топта 8 адам. Енді топ санын табуымыз керек. Шешуі 27-ні 13-ке қосамыз 40. 40-ты 8-ге бөлеміз. 5 болады. Жауабы 5 топ болады. Келесі есебіміз 5-ші есеп. Есепті шығар. Саяхатшылар өздерімен бірге 4 жәшік жеміс алып шықты. Әр жәшікте 7 килограмм жеміс бар. Бірінші күні 6 килограмм жеміс желінді. Неше килограмм жеміс қалды дейді. Жәшік саны 4 деп аламыз. Әр жәшікте 7 килограммнан желінді 6 килограмм. Қалды неше килограмм? Шешуі 4-ті 7-ге көбейтеміз. 28. 28-ден 6-ны алып тастаймыз. 22 болады. Жауабы 22 килограмм қалды. Келесі есебіміз суретке қара, ақиқат пікірлерді ата дейді. Біріншісі, барлық жасыл түсті фигуралар тік төртбұрыштар. Тұрыз, мұна 2 жас фигура тік төртбұрыш. Барлық қызыл түсті фигуралар дөңгелектер. Дұрыс, бұл да ақиқат, дөңгелек фигуралар қызыл. Ал көк түсті фигура шаршы дейді. Жоқ, көк түсті фигура бұл жерде шаршы емес, бұл жалған. Енді біз бір ақиқат, бір жалған жазамыз. Сурет бойынша көк түсті фигура үшбұрыш. Рас, бұл ақиқат, көк түсті фигура үшбұрыш. Жалған болды. Жалғанды біз дөңгелек фигуралар көк түсті деп алсақ болады. Дөңгелек фигуралар көк түсті емес, қызыл, сондықтан оны жалған деп аламыз. Осылай жазып қойсақ болады. Келесі есебіміз есепті шығар. Саяхат кезінде оқушылар пойызбен 2 күн, ал автобуспен одан 2 есе артық күн жүрді. Оқушылар көлікпен неше күн жүрді дейді. Пойызбен 2 күн жүрді оқушылар, автобуспен неше күн? Пойызға қарағанда 2 есе артық. Шешуі 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4 болады. Жауабы көлікпен 4 күн жүрді. Пойызға қарағанда. Өрнектердің мәнін тауып, оған сәйкес әріптерді кестеге қой дейді. Мысалы, 64 деген әріпте әрпі шықты. Әрпі шығады. 21 деген мәнде, мысалы 38-17 алсақ 21 болады. Л әрпі. 100 деген мәнде М әрпі. 63 деген мәнде А әрпі. 70 деген мәнде
тарпа және 59 деген мәнде арпа бар екен. Бұл сөз Алматы сөзі шығады екен, жасырынған сөз. Бұл Қазақстанның ірі қалаларының бірі Алматы қаласы атауы шықты. Келесі 9-шы соңғы есеп. Бір мәшинеге 5 адам сияды. 18 адамды жеткізу үшін осы мәшинеге неше рет барып келуі керек дейді. Бір мәшинеге 5 адам, 18 адам жеткізу үшін 5 адам бірінші апарамыз, екінші тағы 5 адамды апарамыз, үшінші тағы 5 адамды апарамыз, соңында 3 адамды алып барамыз. Сонда жалпы 18 адамды апарамыз. 1 рет, 2, 3, 4 рет барады екенбіз. 18 адам жеткізу үшін 4 рет барып, 3 рет келуі қажет екен. Осылай сабағымызды жазып көшіріп алыңыздар балалар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.